Қайырлы кеш, достар. Дауысым естіліп тұр ма? Презентация көрініп тұр ма? Соған плюс қойып жүрсеңіздер, көріп тұрғандарыңыз. Жақсы, рахмет. Онда презентациямызды бастаймыз. Бүгінгі вебинарымызды бастаймыз. Ең бірінші мен бүгін вебинарды Наурыз мерекесімен, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді барлықтарыңызды. Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Тек осы жаңа жылда жаңа табыстар, молшылық әкелсін, барлық жақсылықтар болсын. Енді өзімен таныстыратын болсам, мен есімім Каракушикова Гүлмира. Арифлеймде жұмыс жасап атқаныма 6 жыл болды. 6 жылдың ішінде қазір өзімнің тарихыммен бөлісіп өтем. Енді барлығымыз жаңа неге дейін институтта оқыдық, Мен де сол Алматыда Қыздар педагогикалық институтын 99 жылы бітірдім. Мен мамандығым қобызшы. Мен студент болып жүріп, уже жаңағы шетелдерге барған едім. Менің алғашқы шетелдерім Қытай болды, Австрия, Венгрия болды. Сол жақтарда мен шетелде, білесіздер, Европаға бару үшін көп қаражат кетеді. Ол үшін оны бізге студент кезімізде Министерство образования төлегендіктен біз өзіміз аралап, қалтамыздан ақша шыққан жоқ, тамағы бәрі тегін болды. Сондай конкурстарға қатысып, шетелді көрген неміз бар, жайымыз бар. Енді 4 жыл оқыған кезде мен ата-анам маған айтқан, тек сабақ оқысаң, ертең жақсы мамандық иесі боласың. Жақсы маман бәр жерде керек. Мамандығың болса, жақсы жұмыс жасайсың депті. Сол жұмысыңа лайықты ақшаңды аласың деп. Сондықтан мен мақсатым тек оқу болды да. 4 жыл оқудың ішінде мен осы Қыздар педагогикалық институтын қызыл дипломмен бітірдім. Мына біздің группамыз, біздің бұл жерде қарап отырсаңыз, ортасында Арапбаева Маржан менің группаласым. Қазір білесіздер, бүкіл Қазақстанға көпшіліктеріңіздің сүйікті әншілеріңіз болуы мүмкін. Осы бірге жаңағы студенттік өмірде бірге жаңағы студенттік өмірде болдық. 4 жыл бітіргеннен кейін, институт бітіргеннен кейін маған оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласында жаңадан университет ашылып, сол жерге мені жұмысқа шақыртылу келді. Жалпы маған емес, жалпы факультетке осындай бізге маман керек деген кезде, осы 4 қыз, қызыл дипломға бітірген 4 қыздың ішінде, Қуанышгүл Меңдаяқовна біздің деканымыз, именно маған тапсырма берді. Осындай, Гүлмира, сен барасың, сен барсаң, біздің университетті ұялтпайсың, осындай жақсы саған сенеміз деп мені неге сол оңтүстік Қазақстан облысына жіберді. Мынау менің алғашқы күнім, 1 сентябрь 99 жылы мен еңбек жолын сол университеттен бастадым. Енді білесіз, 2002 жылы мен отбасын құрдым, жолдасым екеміз, жолдасым да сол университетте жұмыс істеп, сол жерде танысып, табысып, екеміз бірге 2002 жылы отбасын құрдық. Әрине, отбасын құрғаннан кейін уже жауапкершілік күшейе түседі. Сол жылдары, 2002 жылдары білетін болсаңыздар, барлығы тойды неге жасайтын, қарызға жасайтын, сөйтіп, сол біз тойды жасап, дүркіретіп тойды жасап болғаннан кейін, сол тойдың ақшасын бізге құтылу керек болды. Сонда мен бір басында, мысалы, 5 жұмыс болды. Мен бірінші жұмысым университетте оқытушы болсам, екінші жұмысым мен студенттік бөлімде болдым. Ол жерде диплом берілетін жер. Содан кейін үшінші біз ресторанды жалға алдық. Сол жерде
жаңағы Иван Васильевич меняет профессию деп мен мамандығым уже жаңағы поварлыққа сондайға кетті. Иә, содан төртінші кішігірім кафені жасадық, кафені істеттік, и бесінші менде болды Oriflame. 5 жерден осылай жұмыс табыс тауып отырдым. Енді балаларыңыз кішкентай болса, әрине кішкентай расходтарыңыз, шығындарыңыз кішкентай болады. Егер балдарыңыз үлкен болса, әрине шығындарыңыз үлкен болады. Енді осы балалардың арманын орындау мақсатында жүрміз осы жұмыста. Менің де осы компанияға келген бірінші мақсатым жаңа шетел болатын болса, екінші мақсатым осы бала-шағаға жақсы болашақ сыйлау. Менің алғашқы шетелім 2014 жылы, бұл лайнер для богатых и знаменитых. Мына лайнерді көріп тұрсаңыздар, 15 этажды, 3600 адам сият болған. Жалпы 5000 адам болды бұл лайнерде. 5000 адамның сонда 1400 адам жаңағы обслуживающий персонал. 3600 адамның ішінде 2000 адам осы Oriflame компаниясының кім болса, 1600 адам тек өздері қыдырып, семьясымен, отбасымен, жаңағы үлкен кісілер, көбінесе шетелде үлкен қарт кісілер жаңағы қыдырып, сондай осы лайнерде болды. Мен жаңа арманым болған Титаниктің алдында осындай Титаник кино көргенсіздер ғой, сондай сияқты бүйтіп жаңағы екі қолымды жайып тұрамын, жолдасым мені құшақтап тұрады, бірақ ол арманым бұл кезде орындалған жоқ. Өйткені білесіздер, ең бірінші біздің жаңа қарсы болатын ол біздің жолдасымыз. Лайнерде мен компаниямен өте, основательдер дейді ғой, компанияны қалаушылармен өте жақсы жаңағы жақын көрдім. Өзі ортада тұрған үлкен кісі, бұл кісі компанияның негізін қалаған жаңағы афёкниктердің несі, Роберт және Йонас афёкниктердің ағайындының бірі, қасында тұрған баласы Александр афёкник. Осы компанияның соншама жаңағы 65 мемлекетте жұмыс жасайды. Қаншама миллиондаған жаңағы нелері бар, клиенттері бар, консультанттары бар, сонша үлкен жаңағы компанияны басқарып отырып, бұл кісілердің сонша қарапайымдылығына мен өте таң қалдым. Киімі де бізбен бірдей, жүргенде де бізбен бірдей жүрді, бірдей тамақ. Бізде қазіргі заманда мысалы бастықтарды басқаша күтеді, қарапайым адамдарды басқаша күтетін болса, бұл жақта ондай емес. Енді жаңа ең үлкен сахнаға шығарып, бізді осындай жаңа алтын директор деп, үлкен сахнаға фамилияңызды айтып шығарған кезде, мен өзім өте жаңа қуанышта болдым, қуанышым көкке жетті. Неге десеңіздер, біз жастар өкіметтің жұмысында көбінесе ескерілмей қаламыз. Өйткені үлкен адамдар бар біздің алдымызда, сондықтан жастардың еңбегі онша елене бермейді. Осы лайнерде бір барған кезде біз 3 мемлекет, 6 қала, кеме, білесіздер, жағаға жақындай алмайды, өткен жағаның бәрі тау тас. Сондықтан кемені қойып қояды, алысқа, мынандай кішірек немен жаңағы жағаға жетіп отырдық. Бұл жаңа Тулон, Ницца, Франция, бұл одан кейін Флоренция, көріп отырғандарыңыздай, Италия, Рим, мысалы өте тарихшылар, тарих сабағында мысалы керемет тарих мұғалімдері қандай осы нелерді, жаңа Ватикан, мысалы Колизейлер туралы қандай айтып берді бізге. Біз соны аяғымызбен сол жерге, ата-бабамыз бармаған жерге аяғымызбен басып, сол жақта өзіміз көзімізбен көріп, тарихын сол жерде өзінің халқынан, аузынан естідік. Бұның өзі үлкен жаңағы бақыт. Мынау Неаполь, Помпей, білесіздер, вулкан Везувийді тура қасынан көрдік. Вулкан географиядан өткен еді ғой, вулкан Везувий атқылап, бүкіл қала жоқ болып кетті деген. Сол сияқты, сол нәрсені осылай көзімізбен көрдік. Сол уақытқа, мына айналамыздағы нені көрген кезде, сол уақытқа барып келгендей болдық қой. Барселона, бұл да жаңағы Испанияның қаласы. Осы Барселонадан мініп, жаңағы саяхатымыз
Барселонамен аяқталған, иә. Сол кеменің ішінде, мысалы 15 этажды жаңа кеменің ішінде үш несі, палуба дейді, үш палубасы, 5-ші, 6-ші, 7-ші палубалар бұл жерде ресторан болды. Ресторанға әдемі киіммен, мына ортада тұрған біздің жаңағы Oriflame компаниясының номер 1-ші көшбасшыларымыз, жаңа Снежана мен жаңағы Владимир Полежаевтармен бірге сол жерде суретке түстік, бірге жаңағы араластық. Бұның ішінде не бар, жаңағы осындай гольф ойнайтын жер бар, не бар, жаңа теннис ойнадық бос уақытымызда. Енді 2015 жылы, 2014-те мен осы 3 мемлекетте 8 қалада болған болсам, 2015 жылы мен өзім жолдасыммен Испанияда болдым. Испания деген енді мен жолдасымның арманы, өйткені бәрі сол Испанияның футбол командасына жанкүйер болады ғой. Мен жолдасым тура жаңағы түнмен не көріп шығатын еді ғой, футбол көріп шығатын еді, осы неге жанкүйер болып командаларына. Сонда Испанияға барған кезде маған мына жерде суретінде көрсеңіздер, рахметін айтып отыр. Өйткені бұрын мен бастаған кезде ең бірінші маған қарсы болған жолдасым болған. Кеш келген кезде жаңағы үйге ұрсып, сондай қабағын шытып, сондай сөйтіп кіргізген уақыттары болды. Сондай ұрыстар болды. Соның бәріне жаңағы кешірім сұрап, мен сені мына тұрған Сарыағашқа апарамаған едім, ал сен мені Испанияға апардың деп, жаңа самолетқа бірінші рет мініп, енді жаңағы шетелге бірінші рет барды. Бұл жерде ол көзімен көрді, келгеннен кейін маған ешқандай қарсылық жасаған жоқ. Келгеннен кейін қайта маған қосылып, екеуміз бірге жұмыс жасадық. Ол көрді, бұл жаңағы әйелдердің жұмысы емес, еркектердің де жұмысы екенін не көзі жетті. Келесі мен барған жерім ол Копенгаген, Дания. Қарап отырсаңыз, компания сіздің еңбегіңізді бағалайды. Компанияға жаңағы мынау болса Швеция, 2015 жылы біз 2014 пен 2015 аралығында осындай жаңағы акция болған. Кім біздегі жаңағы компаниядағы wellness өнімдерін жақсы насихаттаған болса, соларды жаңағы wellness Oriflame отанына, wellness-тің жаңағы шығарылатын ғылыми зерттеу орталығына апарып, жаңағы оқытамыз, үйретеміз деп. Сол путевканы мен жеңіп алдым 2015-те. Өзім профессор Стикстенмен сөйлесіп, 10 күн қасында сабағын алып, жаңағы бізге қолымызға жаңағы тренер по продукции wellness деген қазір біздің сертификатымыз бар. Wellness туралы кез келген сұрақтарға біз жауап бере аламыз. Одан кейін 2016 жылы мен барған жерім ол жаңа Кипр аралы. Ол жерде де енді керемет демалыс болды. Бір жыл бойы жұмыс жасаған еңбегіңді компания осындай демалыстармен сізге жаңа қайтарады. Білесіздер, компания әрдайым 5 жұлдызды жаңағы қонақ үйлерге жатқызады. Қыдырған жерде де ең жаңағы қалалардың ортасын, ең әдемі жерлерді, ең бір сондай адам көп шоғырланған әдемі жерлерге апаруға компания тырысады. Бұл тағы жаңағы жерорта теңізі. Енді жақсы керемет жаңағы әсер алып қайттық. Мына Кипрдегі жаңа барған жерлеріміз, компания күтіп алады, самолеттан қалай күтіп алады, аяғыңызды жерге тигізбей, сізді қай жерге барғыңыз келсе, сол жерге жаңағы немен көліктермен қамтамасыз етіп, тек сіз демалып, ешқандай уайым болмайды ғой, не болады, бүкіл программа бәрі жазылып қойған, компания оған 1 жыл алдын дайындалады екен, осы жаңағы алтын конференцияларды өткізу үшін. Енді жалғыз мен ғана барған жоқпын шетелдерге, менің командамнан менің жаңағы ең бірінші маған сенген өзім жұмысымдағы коллегам, мен көрдіңіздер ғой, мен қобызшы болсам, бұл Қарлығаш, Жолдыбаева Қарлығаш, бұл жаңа скрипкашы. Осы біздің компанияға маған сеніп тіркеліп, мына жолдасы екеуі жаңағы Индияда, Мумбайда болып келді. Жолдасы өте тоже жаңа қызғанып, не басқа ой көрсеткен еді, қазір өзімен бірге тоже қасында көмектесіп жұмыс жасап жатыр. Бізде 2015 жылы
компанияның акциясы болды, бізде менеджерлер, бұл жерде директор болмай-ақ, сіз жаңа компанияның менеджері болып ақ, сіз шетелге баруға болатын еді. Сол кезде бізде командамыздан 26 адам Египетке Шарм-эль-Шейх деген неге барып келді, жаңағы демалыс орталықта болды. Бірінші рет жаңағы самолетқа мінген болды. Енді Египеттен барып келгеннен кейін олардың қуанышында шек жоқ, қыдырғанын, енді көздері жанып, саған осыны айтып берген кезде, сен өзің жаңа бекерге жұмыс істемей жатқаныңды, жаңа өзің жұмысыңмен мақтана аласың. Өйткені осынша қанша адам барды, олар жаңағы барғандарына бізге сол путевкаге көмектескеніңіз үшін рахмет деп, әрқайсысы сыйлықтарын әкелген кезде, енді тура балаңа қуанасың ғой, тура сондай бізде жаңағы қуаныш болды. Бұл жерде студенттер де бар, қараңыз қандай, жаңа айттық қой, самолетқа бірінші тоже гостиница, өте керемет гостиница, тамағы, әртүрлі тамақтар, енді керемет әсерде болып қайтты біздің менеджерлер. Биыл 2016-та біздер командамен Сочиде демалдық. Ол жерде де шикарный банкет, Сочиде, мысалы, Сочи парк бар, үлкен олимпиада өткен жер бар ғой, сол Адлер деген қалашық екен, сол жерді жаңа компания сол жердің гостиницаларын бәрін жалдап, 4500 адамға осы неде Сочиде демалдырды. Сочи қарап тұрсаңыз, бір рет Сочиге барып демалғанның өзі, Анталияға 2 рет барып келгеніне, сол Россиядағы россияндар айтады, өздері жүр ғой, сонда айтады, бізге дейді 2 рет Сочиға келгенше 2 рет жаңағы Анталияға барып келген арзанға түседі дейді. Сондықтан компания бізді ең жаңағы қымбат, жақсы жерлерге, осы енді бізде жаңағы чемпиондар сияқты ғой біздің жұмысымыз, сондай олимпийский чемпион болсын деген ниетпен ба осы жаңағы неге Сочиге апарды. Сочи паркте жаңағы қыдырдық, демалдық, енді жанында Абхазияға бар келдік, бір мемлекетті көреміз деп, екінші жаңағы Кавказда көріп қайттық. Мына командамен өте қызықты, қаншама біздің командадан 60-тан аса адам барды, бірге барып, жалғыз өзін барғанша командамен барған өте жаңағы қызық болды. Енді осының бәрі айтады ғой, үлкен жетістік, бұл үлкен жаңағы команда болса ғана болады жетістік. Бір адаммен жұмыс істеуге болмайды. Мынау біздің Алтын жалын деген командамыз, қазір бізде адамдар жаңағы көбейіп жатырмыз. Енді осы команданың бәрін жаңағы біздің ұйымдастырушыларымыз бар, спонсорымыз бар. Ол бізде номер 1 бүкіл жаңа Қазақстан мен жаңа орталық Азия бар ғой, сол жердегі номер 1 неде тұрған Нұрия Ахметова. Олар $100,000 алған, $100,000 алған адамдар. Өте қарапайым, бізге әрдайым оқытып, үйретуге нелерін, күштерін салуда. Мына Иманалиевтер отбасы, Қарлаш пен Кенже, осы кісілерге үлкен алғысымды білдіремін, өйткені менің өмірімнің өзгеруіне осы кісілер жаңағы септігін тигізді. Сондықтан қарап тұрсаңыздар, аузын ашса жүрегі көрінеді деген сондай не бар ғой, мысалы сөз бар, қазақта, тура сондай адамдар ғой, аузы ашса жаңағы жүрегі көрінеді. Тек жаңағы жақсы болсын деп ойлайды сіздерге. Біздің енді мына Арифлейм компаниясындағы біздің ата-анамыз, екінші ата-анамыздың есебі ғой. Бізде тек командамен, мысалы, жетістікке жетіп жатқан адамдар көп. Мына көріп отырсаңыздар, жаңағы $1000 бастап қаншама чектер, бонустар алып жатыр, командамыз. Соңген компания бізді банкетте марапаттайды, жеңіспен тойлаймыз, жеңісімізді жылына 1 рет. Ол банкет неде Алматыда Рояль Тулип деген не бар ғой, ресторан, өте қымбат, бағалы жер, сондай жақсы жерлерді компания бізге көрсетуге тырысады. Командамызда 11 жаңағы көлік мінген адам бар. Оның ең алғашқылары болып, біз жаңа жолдасым екеміз, мен командамдан ішінде Қарлығаш, Ақбаева Гүлмира және Арыспаева Фарида деген қыздар осы компанияның машинасын алды. Қазір соны жұмысымызға пайдаланып, отбасына пайдаланып жүрміз. Осыған компанияға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді мен не үшін Арифлеймді таңдадым? Компания көп қазір, мысалы бізде қанша 50-ге жақын компания бар шығар Қазақстанда. Сол Қазақстан Арифлеймді не үшін таңдадым?
мен, иә. Ең бірінші бізде, мысалы, бұл компания Швециянікі, иә. Мысалы, өздеріңіз ойлаңыздаршы, Америка дейтін болса, сіздердің ойларыңызға сразу жаңа ақша, иә, вот жанталас, сондай нәрсе көз алдымызға елестетеді, иә. Мысалы, Сирия дейтін болсаңыз, уже терроризм, адамда қорқыныш пайда болады. Қытай дейтін болса, иә, Қытайды енді бүкіл не жаңағы дүниежүзі жақсы көрмейді, иә, өйткені олар жаңағы не дейді ғой, жаңағы подельщиктер ғой, поделка жасап, уже не халқында сондай сенімсіздік бар да Қытай халқына. А енді Швеция деген ол еш уақытта жаңағы жаман жағынан көрінген емес Швеция. Бұл жерде өте сапаға өте жақсы мән береді, иә. Безопасность дейді, жаңағы соған өте үлкен мән береді. Содан кейін Швецияда олда адамдар жаңағы протестанттар Құдай бәрін көріп тұр деп, олар жаңағы даже олардың Швецияда жаңағы теледидарында мынандай соғыс, ондай нәрсе көрсетілмейді. Только өзім Швецияда болғандықтан адамдардың бәрі мынандай не дейді ғой, дружелюбный, сондай бірдеңкені сұрасаң, сразу жауап беруге дайын болып, езулерінде әрдайым күлкі болып, сондай. Ол халықтың жағдайы жақсы болғасын, әрдайым жаңа езуінде жаңа күлкі жүреді. Енді қараңыздар, бәрімізде арман бар, иә. Осы компанияға мен ойлаймын, бәріңізді жетелеген осы армандар, иә. Осы сіз өзіңіз осы арманыңыздай өмір сүріп жатырсыз ба дәл қазір? Иә. Мысалы, біздің еңбек ету кезең өзі адамда 30 жыл болады, иә. Жас кезінде жұмыс істей алмайсың 16 жасқа дейін, иә. 16 жастан 25 жастан бастап 55 жасқа дейін адам жаңағы саналы өмірін еңбек етуге мысалы арнайды да, ары қарай уже адам не істеу керек, демалу керек, иә. Мына кәдімгі неде үкіметтің жұмысында егерде сіз салыстыратын болсаңыз, мысалы, біз қазір мысалы мемлекеттің несімен жүретін болсақ, мысалы балабақшаға бардық, иә, ол жерге барған кезде ақша жоқ әрине, иә. Мектепке бардық, тек білім аласын, иә, ол жерде ақша жоқ. Институт оқыдық, иә, тоже жаңағы не қосымша табыс табуға болады, иә, мысалы кафелерде, сондай жерлерде жұмыс істеп табуға болады. Енді өкіметтің жұмысына тұрған кезде тоже ақша бар сияқты, бірақ оның бәрі неге кетеді? Ипотека, машина, иә, жаңа коммуналдық қызметтерге кетеді, денсаулығыңыз құрайды, иә. Пенсияға шыққан кезде өзіңіз байқайсыз ба, қалай пенсионерлер жаңағы өмір сүреді, иә. Пенсиясы жаңа келесі пенсияға кей кезде жетпей жатады. Көрдіңіз? Тура сол сияқты мына осы нені қайталамау үшін біз қазір сіздерге осындай жаңағы бизнес мүмкіндікті ұсынып отырмыз. Мен де осы компанияға келгенде армандауға келдім. Ең бірінші неміз біздің, ең бірінші бұл жерде армандарын орындалады, әдем болуға болады, иә, ақша табуға болады, материалдық жағдайыңды жақсартуға болады, және өзіңнің жұмысыңнан ләззат алуға болады, иә. Ол деген сөз жаңа барған шетелдеріміз, командамыздың қуанышы, иә, сондай не. Енді армандар орындалу үшін не істеу керек? Біздің үлкен зәулім үйде тұрғымыз келеді, иә. Сондай армандар орындалу үшін бізге сенімді серіктес компания керек, ірі компания керек, иә. Ол компания Oriflame. Мысалы, жеке өзіңіздің бизнесіңіз болу керек, иә. Арманыңыз орындалу үшін, мысалы, компаниядан берілетін бізде не бар? Жеңіл старт бар, иә. Старт көмек көрсетеді компания сізге. Сонген қомақты салымсыз, үлкен бизнеске жаңағындай $5,000, $10,000, мысалы даже $100,000 ақша салып атады ғой. Бірақ ол бірден қайтпайды, иә, жылдар бойы қайтарылады. Кейбір адамдар мысалы банкротқа ұшырап жатыр, иә. Ондай емес, қомақты салым жоқ бұл жерде. Енді қалта көтеретіндей сапалы өніміміз бар біздің, иә. Сол өнім арқылы армандарды орындауға болады, иә. Уақытпен дәлелденген жетістік жоспары бар. Ол мысалы жаңа Нұрия Ахметованы айтып жатырмыз, $100,000 алған болса, бір адам алған болса, басқа адам оны қайталай алады деген сөз ғой. Сонген қолдайды, спонсор қолдайды, компания қолдайды, оқыту жүйесі бар, иә. Соны дәлелденген жаңағы табысты тәжірибе жүйесі бар. Осымен жаңағы біздің армандарымыз орындалуы қажет. Мақтануға тұрарлықтай компанияның жетістіктері бар, ол 1000 өнім ұсыналады, иә. Өйткені мысалы сіздерге өнімнің көп болған басқа компания бар, мысалы 1 сағатпен жұмыс істейтін компаниялар бар, иә. Өнім көп болған сайын бізде не болады?
шампунь, сабын, жуынатын заттар, мысалы бір неде каталогта сен шампунь, сабын алсаң, келесі каталогта мысалы тіс пастасын, сондайда өнім сізде постоянно сізге жаңағы товар айналым болып тұрады деген сөз ғой, көрдіңіз ба? Дублинде бізде Oriflame-ның жаңағы ғылыми зерттеу орталығы бар. Ол жерде 100-ден астам ғалымдар осы жұмыс жасайды. Стокгольмда бет күтім орталығы бар. Әлем деңгейіндегі мықты эксперттер жұмыс істейді. 30 патентіміз бар, 5 фабрика бар, иә? Қарап отырсаңыздар, халықаралық жаңа қолдау орталығы Стокгольмде бар. Компанияға бұл әбден сенуге болады деген сөз, иә? Мысалы, сіз жоғарылағыңыз келсе, компанияның атынан бізде қолдаулар бар. Қандай қолдаулар? Ол жаңағы біздің жетістік жоспарымыз бар. Сол жетістікпен сіз жаңа баспалдақтап шығасыз. Әр қадамыңызға сізге компания айлық төлейді. Сонымен Академия Oriflame деген өсу жүйесі бар. Сізді компания тегін оқытады. Оның бәрі жаңағы онлайн түрде, онлайн режимінде болады. Кейін сізге көмектеседі, рекрутингтік жаңағы компаниялар көмектеседі. Әр каталогта бізде акциялар болып жатады. Сол акцияны пайдаланып, жаңағы біздің жұмысымыз жеңілдеп жатыр. Сонымен мобильный жаңағы бизнес бағдарламалар бар, сайттың ішінде дайын. Бизнес дамыту үшін жаңағы озық құралдар бар. Сіз үшін, мысалы, қосымша табыс, бұл ақша табудың екі жолы бар. Бірінші, косметиканы сатсаңыз болады, клиент жаңағы берген тапсырыстан пайда көресіз. Екіншісі, бізде басқа адамдарды осындай пайда табуға шақыру арқылы үлкен өзіңіздің командаңыз құруға болады. Сату тәжірибесінің болуы міндетті емес. Мысалы, қарап отырсаңыз, 2015 жыл бойынша осы бүкіл жаңағы не бойынша бізде косметикалық, гигиеналық заттар ең көп өтеді екен, өте көп жаңағы товар жаңағы шығарылады, өндіріледі, осы пайдаланылады, және wellness өнімдері. Қазір бізде уже 21 ғасырда адамдардың бәрі өзінің денсаулығына жаңағы мән бере бастады. Қалған үй шаруашылық заттар, киімдер, аксессуарлар, мысалы, жаңа кітап, ойыншықтар, тұрмыстық химия, қаржылық қызметтер, азық-түлік дегендер, оның бәрі кейінгі орында тұр. Сондықтан бізде косметика бар, wellness бар, дұрыс жаңағы компанияға жаңағы тіркелдік. Тікелей сатып алудың мысалы құндылығы, тұтыну құндылығы, қараңыз, сіз егерде бір дүкеннен барып, жаңағы косметикалық, парфюмериялық дүкенге барып зат сатып алатын болсаңыз, мысалы қараңыз, қанша қолдан өтеді. Кәдімгі күнделікті сатылымның ішінде, мысалы, өндіріс шығарды ғой өнімді, оны дүкенге барады. Дүкенге немен барады? Транспортпен барады, оның жол ақысы бар. Одан кейін сатушылар бар, жаңағы ірі нелер бар, оптовиктер бар, айтады ғой, мелкий оптовик, средний оптовик, крупный оптовик. Одан кейін жарнамаға, сондайға кетеді. Ең соңында сатып алушыға, мысалы, мына креміміз жаңағы 10 мың теңгеге түседі дейік. Енді бізде, мысалы, тікелей сатылымда өндіріс пен консультанттың арасында ғана ғой байланыс. Тек сіз прямой, тікелей жаңағы өндірістен қолыңызға алып, клиентке жаңағы ұсына аласыз. Сондықтан біздің мына ортадағы 5 мың теңге шығынның бәрі қайта біздің өзіміздің жаңағы айлығымыз болып келеді бізге. Енді қымбат төлеудің не қажеті бар? Бізде мысалы өте мықты кремдер бар, мына российский жаңағы рубльмен есептеген кезде, мына Dior, Lancome дегендер кремдердің қасында біздің крем мына екінші орын алып отыр ғой. Ең бірінші орында жаңағы Dior кремі болса, ол мысалы қараңыз 50 мың теңге тұрады, теңгемен, мына Россиямен жаз. А біздің кремдеріміз қанша? 5-6 мың теңге тұрады. Көрдіңіз? Сонда сіз артық төлеп жатырсыз деген сөз ғой. Мына кремдердің рекламасы, не көп ақша кеткендіктен ол кремдер қымбат, бірақ ішіндегі жаңағы сапасы бірдей болып жатады. Енді мына дәстүрлі сатылымда сіз барасызда, сіздің қасыңызда сізге жаңағы не беретін адам жоқ. Консультация дейді ғой, сондай беретін адам жоқ. Ал бізде 92% бізде сатып алушылар достарының ұсынысына сенеді. Өйткені біздер не істейміз? Кез келген затты алған кезде достарымызға ұсыныс жасаймыз. Енді табыс табудың бізде бірден пайда көру бар.
ол жаңағы не каталогтан сату арқылы көресіз бірден пайданы. Екінші көлемді жеңілдік, не объемная скидка дейді, ол командадан алған скидкаңыз бар, және команданы үйретіп оларға жаңағы бағыт берген үшін сізге бонустар, ақшалай премиялар төленеді. Сондықтан бізде жаңағы 3 түрлі есеп бар. Енді сізге адам шақырып команда құрған тиімді, неге десеңіз қарап отырсаңыз, мына табыс көзі, егер сіз адам шақыратын болсаңыз, өседі. Қазір мысалы бірінші каталогта тіркелген адам, 2-3 каталог, мысалы 5-6 каталогтың ішінде үлкен жаңағы үлкен табысқа ие болады. Ал сатудан сіз бір қалыпты әр каталог жаңағы тек сатумен айналыссаңыз, пайдаңыз аздау болады. Сондықтан міне, енді кеңесшінің ең жаңағы маңызды несі, ол не істеу керек? Күніне Oriflame жайлы 3 адамға айту керек, Ол не істейсіз? Каталог көрсетесіз, Oriflame мүмкіншілігінің кездесуіне шақырасыз, Сонген өзіңіздің жаңағы тәжірибеңізбен бөлісесіз. Кеңесшінің негізгі құралы ол таныстар тізімі. Егер де сізде таныстар тізімі болмайтын болса, бізде не істейміз? Жаңағы үлкен команда болмайды ғой. Сондықтан ең бірінші бізде таныстар тізімі болу керек. Міне қараңыз, мына таныстар тізімін әрдайым толтырып отыру керек. Ол бізде бірінші таныстар, жақын таныстар, екінші бейтаныс байланыстар, үшіншісі ол онлайн, онлайн. Енді жақын таныстарға оларға кім кіреді? Мысалы, кіммен кім сіз күнде амандасасыз, сол адам сіздің жақын таныстарыңыз болып есептеледі. Ол мысалы жақын туыстар, достар, туысқандар, мысалы туыстардың достары, көршілер, жұмыстағылар, таныстарыңыз жасаған ұсыныстар. Кейбір кезде біреу айтады, мына адамға барып көрші, сол осындай косметика болмасам қосымша жұмыс іздеп жүрген еді деп, рекомендация дейді ғой, сол арқылы. Сонген дайын база бар, бізде мысалы телефонда қаншама контактілеріміз бар. Сол бар, альбомдарға қарап, бұрынғы жаңағы класстастар, группаластарды естеріңізге алып, солармен хабарлассаңыздар болады. Балаларыңыздың ата-аналары, мектепте, балабақшада, мысалы, бізде қазір гап деген бар, ай сайын жаңағы касса ойнаймыз ғой, сондай кассадағы адамдар бар, Кейін мамандар, өзіңіздің парикмахеріңіз бар, поликлиникадағылар бар, дүкендегілер, кітапхана, дәріхана, почта, тігін цехы бар, кафе, ресторандар, осының бәріндегі жаңағы адамдарды біз таныстардың тізіміне қосуымыз керек. Осы әр пункттен 30 адам шығады. Өйткені сіз жаңағындай необитаемый островта тұрған жоқпыз ғой, қоршаған ортамыздың бәрі адамдар, сондықтан таныста әр пункттен 30 адам жаңағы табуға болады. Енді бейтаныс жаңағы байланыстар дегеніміз, ол сіз қашан таныс болған жоқсыз, ол адаммен. Мысалы, көшеде танысасыз, кезекте тұрған кезде, моншада танысуға болады. Сонген кез келген адаммен, мысалы, таксиде, жол жүргенде, сондай кездерде сөйлесіп кетіп, жаңағы байланыс орнатуға болады. Сонген мынандай әдісіміз бар, ол каталогтары қатып, сауалнама жүргізуге болады. Одан кейін командалық әдіс бар, ол жаңағы біздің компанияның шығарған иіс суына, кремдеріне тест жасап, кремдерді жаңағы осындай көрсету арқылы, қолдарына жақ көрсету арқылы, осындай холодный контакт деп жатамыз ғой, сол бейтаныс адамдармен танысамыз. Енді үшінші біздің неміз, жұмыс жасайтын тізіміміз, ол онлайнмен шақыру. Қазір әлеуметтік желілерде жұмыс жасауға болады, өте көп лидерлер біз шетелде көріп жатырмыз, Россия өте көп өсіп жатыр, неге? Өйткені олардың ауылдары, аймақтары шалғай шетте орналасқан, олар бір-бірімен кездесе алмайды, жолға қанша уақыт кетеді. Сондықтан олар қазір біздің жаңа замандағы технологияны пайдаланып, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан мысалы не істейміз, статустар жазу керек, қандай? Менеджерлер командасын жинап жатырмын, осындай командаға шақырам деген сияқты. Жұмысқа қабылдаймын, клиенттермен жұмыс жасайтын менеджер қажет. Өз уақытыңызға лайықтап жұмыс жасауды ұсынамын, қызықсаңыз жаңағы хабар беріңіз, жазыңыз деп, жұмыс қосымша табыс деп осындай жаңағы нелер жазу керек, Сонген достарға ұсыныстар жасау, ол не істеу? Жаңағы неге кіру ғой?
достасқаныңыз үшін рахмет, саламатсыз ба? Біз онлайн табыс үшін команда жинап жатырмыз. Бізде жылына 17 рет жалақы, Болгария және одан да басқа шетелдерге саяхат бар, $1000 сыйақы және одан да жоғары. Сізді ұсыныс қызықтыра ма? Сізге менеджер хабарласады, ол сіздің 10 минут уақытыңызды алады деп, жаңағы телефон номерін жаздыртып, солай онлайнмен жаңа жұмыс жасауға болады. Енді қараңыз, жаңағы онлайнмен мысалы ең бірінші белсенді пайдаланушы болу керек. Әрдайым жаңағы жатсаңыз да, тұрсаңыз да, жаңағы осы онлайнда болу керек, онлайн режимінде. Әлеуметтік желіге әдемі, қызықты суреттер қою керек, лайк жинау керек, комментарий жазу керек, пікір алмасу керек. Арифлейм бизнесіне жаңағы адамдарды тарту керек, осы немен, әлеуметтік желімен конкурстар ұйымдастыруға болады. Достар базасын қадағалап отырып, жаңағы нені қосып отыру керек, жаңағы достарды қосу керек. Мен қазір 5 аккаунтта жұмыс жасап жатырмын, осы неде, Инстаграмда. Естіліп тұр ғой, бір қарап қойып жатырмын да. Мен қазір 5 аккаунтым бар, Инстаграммен жұмыс жасап жатырмын. 5 аккаунтымда, мысалы, қарап отырсаңыз, менің жаңа профиль дейді ғой, профильге мен жазып қойдым. Мысалы, біреуіне жеке кәсіпкер, бақытты ана, сүйікті жар, интернетте жұмыс ұсынамын, қауіпсіз, қомақты салымсыз, осындай қып, жаңағы сіздің өзіңіздің жаңағы неңізді, бет дейді ғой, парақша. Осы парақшаны әдемі қып не қылу керек, жаңағы жазу керек. Екіншісінде тура сондай, бірақ жаңағы шетелге тегін демалыс, онлайн бизнес, неде әрқайсысына жаңағы әртүрлі не жазып жатырмын, әртүрлі жаңағы профильде әртүрлі жазамын. Тағы менің басқа парақшаларымда бақытты анамын деп, осындай бизнес туралы емес, жаңағы wellness өнімдер туралы жазған, ашқан парақшаларым бар. Енді соның ішінде мен не істеймін, күнделікті мынандай үйде отырып жұмыс болады деп, осындай мына нелерді жіберіп отырам, жаңа посттарды жіберіп отырам, и астына жазам. Қалай үйде отырып уақытыңызды үнемдеуге болады, үйде отырып балаларыңыздың қасында ақша табуға болады деп, осындай нелерді жіберем. Кейін одан маған адамдар жаңағы мысалы хабарласып жатады. Например, мына жерде мысалы мен шетелге барған суретіме Индира деген қыз жазады, подскажите дейді, как работать сидя дома дейді. Көрді? Мен үйде отырып жұмыс істеуге болады деп жаздым ғой. Кейін мен оны не істедім? Оның жаңағы несіне кірдім. Директ дейді, соған кірдім да, жаздым: привет, Индира, можно на WhatsApp отправлю информацию деп. Здравствуйте. Адамдар мысалы Инстаграмда, мысалы өзің қандай болсаң, адамда сондай, например, сіздің менің жаңағы жіберген суреттерім әдемі, серьезный болғандықтан, жаңағы адамдар маған ешқандай осы уақытқа дейін бір жаман сөз айтып, ондай не болған емес. Сөйтіп телефон сұрадым, қараңыз, мне спокойно телефон берді. Енді қараңыз, WhatsAppқа шығам. Неге WhatsAppқа? Потому что сіз көп нені неге жазамайсыз. Инстаграмда сізді жаңа блокировать етіп тастайды, если көп жаңағы не жазсаңыз. Сондықтан мен сразу оны жаңа WhatsAppқа шақырам. Мына сәлем, Индира, қай қаладансыз? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Гүлмира. Сіздің жетістіктеріңізді көріп, қызығып жатырмын дейді. Көрдіңіз? Мен осы жерге уже жаңағы бизнес туралы жазып жатырмын. Осындай бизнес туралы жаңағы естідіңіз ба деп, Енді қараңыз, ол не деп жазады? Мына мен өзімнің жаңа қызыл диплом бітірсем де, осындай кішігірім историям бар. Сол историямды жіберем. Сөйтем де ол маған айтады: мен сіздің неден барлық дейді, қараңыз, парақшаңызды зерттеп қойғам. Көрдіңіз? Поэтому я подписалась к вам дейді. Сондықтан сіздің парақтарыңыз міндетті түрде жаңағы не болу керек, қызықты болу керек. Мынау екінші адам, ботагөз, тоже жаңағы Инстаграмнан сөйтіп не жібердім. Талдықорғаннанмын, осындай, сіз ұсынып отырған жұмыс қызықтырады дейді, білгім келеді, неден бастау керек болды. Міне осы адамға уже сіз жаңа байланысқа шығып,
нені түсіндіресіз полностью, Oriflame'нің жаңағы бизнес несін түсіндіресіз. Или мына сразу күніне сіз 20 адамға ғана мынандай сообщение жібере аласыз. Егер бұдан жаңағы көп сообщение жіберіп қойсаңыз, сізді блокировать етеді. Сол үшін менің мына жіберген нем сообщением, көрдіңіз? Содан мына оны неге WhatsApp-қа шығарып, неге шақырамыз? Байланысқа шақырамыз, Енді сізге бір айтатын нем, ешкім үшін шешім қабылдаудың қажет жоқ. Өйткені не істейміз, барлығын подряд шақырамыз, Біз кей кезде бүйтіп ойланып жатамыз, ой, ол косметикаға қызықпайды. Ол адам үйіне жуынатын заттар алуы мүмкін, Мысалы, ой, ол Oriflame'ге қосылмайды, неге? Өйткені оның уақыты жоқ деп, Егер де оның уақыты жоқ адам, өте белсенді адам деген сөз ғой. Мүмкін ол осы жерге жаңағы осы бизнесті ұсынатын болсаңыз, қызықтыра алсаңыз, ол жаңағы табысқа келуі мүмкін, көрдіңіз? Ешкім үшін жаңағы шешім, ананың ақшасы жоқ, ананың ақшасы бар, жаңағы баласы бар деп, баласы барға да бәріне қазір ақша керек, сондықтан біз жаңағы нені бәріне бірдей ұсыныс жасауымыз керек, ешкімді жаңағы таңдамай. Енді көрдіңіздер ғой, біз осылай жұмыс жасаймыз, таныстар тізіммен жұмыс жасауда, мына қараңыз, жетістіктің формуласы күніне 30 адамға, 30 адамға хабарласу керек, 30 адам, мысалы, әрдайым аптасына 30 адамға хабарлассаңыз, міндетті түрде жаңағы 3 байланыс күніне жасау керек. Енді қараңыз, бұл сіздің мына толықтырып тұратын тізім. Адамдарды өзіміздің жаңағы таныстар тізіміне қосып отырамыз. Енді қолданатын құралдарымыз қандай? Ең бірінші жаңағы не істеу керек? Таныстарды толтыру керек. Ол үшін бізде компанияның список знакомых деген жаңағы несі бар, блокноты бар, соны алып жаңағы қолдансаңыз болады. Содан кездесулерді, міндетті түрде кездесулерді ұйымдастыру керек, жаңағы телефонмен, онлайнмен байланыссаңыз да, қай күні вебинар болады, осындай жаңағы күнделікті ежедневник дейді ғой, сондай міндетті түрде болу керек. Каталогтар болу керек көрсету үшін, визитка тастап кету керек, жаңағы жүрген жеріңізге визитка шығарып алып, қазір жаңағы визитка таратып жүру керек. Осы сіздің жаңағы қолданатын құралдарыңыз. Енді сетевой маркетинг деген, мысалы, үкіметтің жұмысына қараған кезде, қарасаңыз, сіз еш нәрседен ұтылмайсыз, ешқандай қомақты ақша салмасаңыз, сізді біреу үйретем деп атса, міне жетектеп сізді сетевой маркетингтің несіне қарайтын болсаңыз, жоғарыға сізді жетектеп шығарады. Өйткені сетевой маркетингті сіз басқаны өсірмесеңіз, өзіңіз өспейсіз деген қағида бар. Ал неде? Үкіметтің жұмысында не істейді? Жоғарға бәрі бірдей жаңағы таласады, бірін-бірін жаңағы аяқтарынан шалып атады, сол екеуінің несі айырмашылығы осында. Ең басында бәрінде әрине қорқыныш болады, басында ойлаймыз, қош, мен бұндай жұмысты істемеймін деп, одан кейін не істейміз біз? Енді жаңағы қолымнан келмей қалса, ертең не істеймін? Кейін барып мен жасаймын деп осындай ең жетістікке жеткен кезде, ол сізге уже оп-оңай жаңағы болған сияқты болып тұрады, Әрине, сіз бұл жұмысты бастаған кезде сіздің қоршаған ортаңыздың бәрі қарсы болады, өзімнің немнен білемін, тәжірибемнен білемін, Мына қараңыз, сіз болсаңыз, туысқандарыңыз сіз үшін жаңа уайымдайды ғой, ойлайды. Мысалы, менің туысқандарым маған айтты, сен өзің жаңа кассаға кіріп баратсың, еще бізді әкетіп баратсың деп, жаңағы осындай екі қолын көтеріп, жаңа қарсы болған көрдіңіз. Өзіңіз жаңа күмәндануыңыз мүмкін, достарыңыз сенбеуі мүмкін. Мысалы, бізде жұмыстағылар да әртүрлі әңгіме айтқан, үкіметтің жұмысында отырып, қалай енді сонша жыл жұмыс істеп, бұның бәрін неге жаңағы жоққа шығарады деп, сондай әңгімелер естуіңіз мүмкін. Енді мына қарап тұрсаңыз, атылған оқ, не істейді? Атылған оқ мына өзінің жаңағы межесіне жетуге талпынады ғой, көрдіңіз, ұшып баратыр да, жан-жағындағы суреттер не істейді? Көрінбейді. Мына тура осы нені мен айтар едім, жан-жағындағы ешкімге қарамаңыздар, ешкімге жаңағы сізге бұндай жұмыста білмейтін адамнан сұрамаңыз, тек білетін, өзген осы жұмысты жасаған адамнан ғана сұрау керек. Енді біздің жұмыста
қарап отырсаңыз шыдамдылық керек, бұл өйткені бір күнде сіз тіркелесті сау етіп сіздің төбеңізге жаңағы адамдар не қылмайды ғой, бас салмайды ғой. Енді әр өзінің қадамы бар, бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам, жаңа неде слайдтарда көрсеткендей. Адамдарда 3 жылға шыдам жетпей, 30 жыл сол үкіметтің жұмысына барып жүріп, жаңағы 3 жылға жаңағы шыдам жетпей жататын адамдар бар. Енді қарасаңыз, сіз енді жасыңызына нені қойғаным, үлкен кісілер сіз не дейді, мысалы дейді, жұмыс істеген сияқтымын дейді, ешқашан мысалы жұмыссыз отырған жоқ едім дейді, машина алдым, ипотеканы жаптым, енді Таиландқа жаңағы ақшаны жинап қойдым, бірақ қарасам уже 90-дамын, көрдіңіз, уже 90 жасыңызда ол сізге қызық болмайды. Өйткені қазір жасап, қазір мысалы ата-анамызға көмектесуіміз керек, ата-анамыздың жаңағы бала шағамыздың арманын қазір жасап, қазір орындап, қолма-қол ақшаны қазір алуға тырысу керек. Енді қараңыз, сіз арман екі түрлі өмірді көріп отырсыз ғой. Сіздің қалауыңыз, былай да тұруға болады, үлкен зәулім үйде тұруға да болады, оның бәрі сіздің жаңағы шешіміңізге байланысты. Егер де бүгін ойыңызды өзгертіп, осы компаниямен жұмыс жасайыншы, адамдар жасағаннан қай жерім менің кем, мысалы осындай өзіңізге жаңағы не қоятын болсаңыз, талап қоятын болсаңыз, осындай бизнесті жасап, осындай зәулім үйде тұруға болады. Бәрі өзіңіздің қолыңызда, ешкім сізге жаңағы не жоқ, өзіңізге байланысты ғой, өміріңізді өзгерту өзіңізге байланысты. Қандай сұрақтарыңыз болады? Менің осындай бүгінгі вебинарым аяқталып жатыр. Қандай сұрақтарыңыз бар? Аида, сұрағыңызға рахмет. Алтын директор. Алтын директордың званиесіндамын. Алтын директор деген жұмыс жасағаныма 6 жыл болды. Алтын директор деген командамда екі директорым бар деген сөз ғой. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Басында қиыншылық болды, мен жаңа айттым ғой, басында қиыншылық болды, ол қандай қиыншылық? Мысалы, мен бірінші сатудан қорықтым, өйткені мен еш уақытта ешқандай зат сатып көрген емеспін, сондықтан сатудан қорықтым. Бұл жерде байқасаңыз сатпайсыз, тек үйіңізге, айналаңызға, қоршаған ортаға керекті заттарыңызды ұсынасыз, сол арқылы жаңағы өзіңіздің балыңызды жасайсыз да, бірақ қалған уақытта тек осы компанияға адам шақырасыз. Адам шақыруға қиынға түсті ма? Енді мен мамандығым мұғалім болғандықтан, мен енді 90 минут жаңағы бір лекцияны спокойно 90 минут сөйлеп, адамды өзіме қарататын сондай нем болғандықтан, қабілет болғандықтан, менде жаңағы адам шақыру қиын болған жоқ. Өйткені мен жасым осыдан 6 жыл бұрын қанша 30-дан асқанмын, менде 17 жыл стажым бар. Неужели мен айналадағы қоршаған адамдарыма жаңағы сендіре алмаймын? Осы уақытқа дейін маған бір адам сенбейтін болса, мен неге жүрмін деген менде не болды? Өзіңіз сенетін адамыңызды табуыңыз керек. Айналадан, туысқаннан содан бастау керек. Инстаграмна жұмыс жасап атқаныма неден 2-3 айдың көлемінде.
2-3 ай жұмыс жасадым. Жұмыс істеуге болады. Инстаграмда жұмыс істеуге болады. Оны енді күнделікті жасап отыру керек қой. Кез келген жаңағы система дейді ғой, бір жүйені жасау керек. Күнделікті жаңағы неге алдыға мақсат қою керек те, мен осындай күнделікті 3 адаммен, жаңа айттық қой, 3 адамға каталог көрсету керек, осындай бизнес мүмкіншіліктерді айту керек, тағы не өзіңіздің жаңағы жетістіктеріңізбен бөлісу керек деп, сондықтан күнделікті адамға айта берсеңіз, адам неғұрлым көп болған сайын сіздің жаңағы табысыңыз көп болады. Директор званиясын мен бірінші тіркелген каталогта 9%-ке шықтым. 9%-ке шыққан кезде, маған 10 мыңдай айлық шыққан кезде, мен көп болса бір-ақ сағат уақытым кетті. 1 сағат, мүмкін 2-3 сағат уақытым кеткен шығар. Екінші каталогта мен бірден 15%-ке шықтым, 12%-ке шыққан жоқпын, 12%-те болған жоқпын, 15-ке бірақ шықтым. Неге десеңіз, мен салыстырдым. Мен 2 сағат уақытым кеткенде осындай 10 мың теңге тауып отырсам, өкіметтің жұмысында сіз 40 сағат, аптасына 40 сағат уақытыңыз кетеді ғой. Сонымен салыстырдым, 40 сағат уақыт кеткен жоқ менде, аптасына 1 сағат, 2 сағат, осындай күніне 1-2 сағат кеткенде, мен 15%-ке шыққан кезде менде уже 50 мың айлық болды. Ол кезде менің өкіметтің жұмысымен салыстырғанда жартысын таптым, көрдіңіз ба? Сонда күніне 2-ақ сағат уақыт бөлгеніне. Одан кейін 15-тен 18-ге шықтым, 18%-те мен 1 жыл тұрдым. Неге десеңіз, менің жаңағы жұмысым маған кедергі болды деп айтамайын, бірақ сол жұмысыммен қатар жүргеннен кейін менде ұзақ отырдым жаңағы директор болуға. Өйткені менде, жаңа айттым ғой, 3-4 жұмыс болды ғой менде. Соның бәрін бірден тастап кете алмадым. Ал директор болғаннан кейін бірден жаңағы старший золотой директор $1000, $1500, $2000 премияны алып, жаңағы игілігімізге жараттық. Адамды қалай шақырдық? Біз қазір мысалы онлайн болып отыр ғой, біз тіркелген уақытта, осыдан 6 жыл бұрын біз тек жаңағы организацияларға барып, адамдарды солай шақырдық қой. Организацияға бардық, таныстармен, үйлеріне барып, жаңағы шай ішу методикасы бар ғой бізде, сол шайға шақырып, шай істеу арқылы сол кезде сомен жаңағы жетістікке жеттік. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздерге көмегім тиген болса, мен өте қуаныштымын. Бірге шетелдерде демалып, бірге жұмыс